садикке барамыз Наурызға. Екеуі ауырып қалды, екеуі бара алмайды. Әдетте балабақшаға бауырлармен баратын Аяна бүгін тек өзі жиналып жатыр. 9 баланың анасы Айгүл 2 баласына суық тиіп, түнде жедел жәрдем шақырған. Бірақ ойын баласы оны түсінер емес. Анасы кетуге жиналысымен-ақ көз жасына ерік берді. Алматының шетіндегі аядай мына үйде 11 жан тұрады. Айгүл автобус жүргізетін күйеуінің күнделікті табатын 3-4 мыңымен күн көріп отырмыз дейді. Көп баламен үлкен үйде алмайды, оның үстіне пәтердің ақшасы қымбат болады, 50-60 мың теңге. Оған қалтамыз көтермейді 50-60 мыңға. Енді 20 мың теңге осы жерде хозяин қалада болған екен, осы жерде жеке меншік болған тұрып отырмыз. 2,5 жастағы Аянаның балабақшаға барып жүргеніне 1 апта ғана болды. Алатау аудандағы Ерке жекеменшік балабақшасы көмек ретінде көп балалы отбасылардың 20 бүлдіршінін тегін қабылдаған. Аяна солардың бірі. Бізде бір бала 25 мың теңге төлейді. Өйткені арендамыз бар 500 мың теңге. Ары қарай айлықты айтпай ақ қояйын тамақты. Енді қиын болды, действительно осы 2 апта бізге қиындау болып тұр. Бүгін Наурыз тойын беріп жатырмыз. Енді үкімет тарапынан көмек болады деп ойлаймыз, енді болады ғой. Наурыз мерекесіне келген әкімдік өкілі барлық балабақшалар мемлекеттік бағдарлама бойынша үкіметтен қаржылай көмек ала алатынын айтты. Мысалы, бір балабақшаға бір үйден көп баладан, бір баладан артық 2-3 бала келетін болса, екінші баладан бастап ол бала тегін келеді деп сондай қала әкімінің бастамасы бар. Бақытты отбасы бағдарламасы аясында. Биыл ақпаннан бері Қазақстанның бірнеше қалаларында наразылық білдірген аналардың бір талабы балабақшаны тегін ету еді. Алатау ауданы Алматыдағы көп балалы отбасылар ең көп шоғырланған аудан. Мұнда олардың саны 3 мыңнан асады. Мәншүк Асаутай, Ринат Фазылбаев, Азат Ньюс.